Саламатсыздар ма, балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтамастан бұрын мына суретке назар аударайық. Суретте нелер бейнеленген? Бұл суреттегі заттарды қалай топтастыруға болады екен? Дұрыс айтасыздар, оларды ортақ белгілеріне қарап топтастыруға болады екен. Жарайсыңдар. Алмұрт, алма, апельсин, банан. Т әрпі, К әрпі, Н әрпі, Ж әрпі. 7, 4, 8, 5. Ұшақ, кеме, велосипед, автобус. Енді осы топтарға ат қояйық. Бірінші топқа жемістер, әріптер, сандар және көліктер. Олай болса, бүгінгі сабақ барысында осыған ұқсас тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы жиын дегеніміз не? Бұл сабақта сіздер жиын ұғымымен және жиын элементтерімен танысатын боласыздар. Жиын дегеніміз ортақ белгілері бар заттар жиынтығы. Жиынды құрайтын заттар элементтер деп аталады. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымыздың 108-ші бетіндегі суретке қарап жиындарды бірге атайық. Қандай жиындар көріп отырмыз? Кеселер жиыны, гүлдер жиыны, құстар жиыны, жануарлар жиыны. Жарайсыңдар, керемет. Әрі қарай оқулықтағы табиғатты суретіне назар аударайық. Тапсырма. Жиындардың элементтерін ата. Кәне тапсырманы бірге орындап, жиындардың элементін атап көрейік. Ағаштар жиынның элементтерін атайықшы. Терек, қайың, шырша, көк терек. Жәндіктер жиынның элементтері: көбелек, инелік, қоңыз. Өте жақсы. Гүлдер жиынның элементтері: қоңыраубас, сарғалдақ, бәйшешек, раушан гүлі. Бәрекелді. Балалар, жиындарды құрастыруды білдіңіздер ме? Оларды қалай құрастыруға болады екен? Дұрыс айтасыздар. Ортақ элементтеріне қарап, жиындарды құрастыруға болады екен. Жақсы балалар, енді мына суреттер қай жиынға жататынын айтып көрейік. Қарлығаш құстар жиынына, терек ағаштар жиынына, көбелек жәндіктер жиынына, өрік жемістер жиынына жатады. Бәрекелді, дұрыс. Енді балалар, мына суретке мұқият қараңыздар. Суретте кімдер бейнеленген? Дұрыс,
бірінші қатарда ер балалар жиыны, ал екінші қатарда қыз балалар жиыны бейнеленген. Бұл суреттегі балаларға ортақ белгі қандай деп ойлайсыңдар? Бұлар оқушылар деп айта аламыз ба? Әрине, бұл суреттегі балаларға қатысты ортақ белгі оқушы. Яғни ер балалар жиыны мен қыз балалар жиынын біріктірсе, оқушылар жиыны пайда болады. Сонда екі жиынды біріктірсе, жаңа жиын пайда болады екен. Керемет! Келесі тапсырмада берілген суреттерді ортақ белгілеріне қарап сәйкестендіреміз. Кәні ойланайық. Тағамдар, киімдер жиыны. Тағамдар жиынның элементтерін сәйкестендірейік. Жүзім, ірімшік, бүлдірген, қарбыз, бұрыш. Жарайсыңдар. Киімдер жиынның элементтерін сәйкестендірейік. Туфли, қысқа шалбар, көйлек, етік. Керемет! Жарайсыңдар балалар. Әрі қарай орындап көр, айдарында берілген тапсырманы орындайық. Менің отбасым жиынына кімдер кіреді? Отбасы мүшелерін ата, әже, әке, ана, мен, дос және көрші. Олар жиын құрай алды ма? Неге? Дұрыс айтасыңдар. Кәні тапсырманы бірігіп орындайық. Олай болса, отбасының жиынына ата, әже, әке, ана және мен. Дос, көрші кірмейді. Себебі олар отбасының мүшесі емес. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа байланысты көптеген тапсырмалар орындап, жиындар құрастырып үйрендіңіздер. Енді қайталап еске түсірейік. Бүгінгі сабақта не үйрендік? Жиын туралы мәлімет алдық. Жиын дегеніміз не? Жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Элементтер дегеніміз не? Жиынды құрайтын заттар элемент деп аталады. Жарайсыңдар, өте жақсы. Олай болса, үйге тапсырма. Оқулығымыздан 107-ші бет, 105-ші жұмыс парағы. Сау болыңыздар.